أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Өмірдің тағы бір маңыз нәрсесінен аттап кеткенін түсінбеді. Не екенін білесіздер ма? Бұны айырылған адамдар жақсырақ біледі. Барынан жақыннан айырылған адам болса, сол жақсырақ біледі оның дәмін. Жұрттан маған ақша керек жоқ дейді. Не керек? Жылу керек дейді. Дұрыс па? Бәрінен айырылған адам жұрттан не іздейді? Ақша дүние іздей ма? Жоқ. Жылу іздейді. Сіздің баққан балаңыз да, асырап атқан балаларыңыз да сізден сол жылуды іздейді. Сізден ақша дүние іздемейді. Сіз ертең ойламаңыз, мен ақша таптым, дүние тауып осы бала-шағам үшін жүрмін деп далада жүрмеңіз. Бәлки сол бала-шағаңызға, әйеліңізге, әйел болсаңыз еріңізге көңіл бөліңіз. Сіздің жүрегіңіздің жылулығы қалады ертең өлгеніңізде. Ертең басқа жаққа кетіп бұрылсаңыз да сізден іздейтіні мынау дүние баяғыда ақша беріп еді емес. Жылулық іздейді. Ертең өскенде де балалар не іздейді ата-анасынан? Кезінде деп, әке шешем жас кезінде мені мойнына іліп көтеріп еді. Мына жерде былай жүріп еді, былай тұрып еді. Яғни тіпті ойыншық әперсе де ойыншықты дүние ретінде іздемейді. Бала не жағынан іздейді? Сіздің махаббатыңыздың маған деген белгісі деп түсінеді. Түсінесіз ба? Яғни сіздің әперіп атқан киіміңіз, ойыншығыңыз, соның бәрін ол жылулық деп түсінеді. Яғни бұл адамдардың мына дүниедегі біздің келгендегі араласымыздағы нәрсе бұл жылулығымыз, жан жылулығымыз, бауырлар. Осы нәрсе өмірдегі үлкен шекара. Соны ұмытпаңыз. Жақын бауырларыңызбен де, ата-анаңызбен де, Құдай-ау, ертең кетеміз бәріміз. 5 минут, 10 минут болса да сұхбаттасып қалыңыз. Қонақпыз бәріміз. Бірде бар да, бірде жоқ. Бірде аш та, бірде тоқ. Бұл дүние осы. Сол үшін сіз мен тек қана дүние табуым керек. Немесе кейбіреулерге ораза тұт десе, әй, ораза айы деген нағыз жұмыс уақыты. Мен жұмысымды тастасам, оразаны кім тұтады дейді. Алла тағалаға сіздің жасаған мынау еңкейіп тоңқайған намаздарыңыздың қажеті жоқ. Сіздің жүрегіңіздегі жылулығыңыз керек Аллаға. Түсінесіз ба? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сендердің сойған құрбандықтарыңның қаны да, малы да, еті де, терісі де, дымы да Аллаға бармайды. Қажеті де жоқ. Бәлки сіздің жүрегіңіздегі тақуалық барады дейді. Өмірге не келгеннің, ненің мәнін осы жерде бір ұқсаңыз екен. Алла тағалаға да сіздің жүрегіңіздегі нағыз имандылық қажет. Сіздің тапқан ақшаңыз, тұтқан оразаңыз, барған қажылығыңыз, берген садақаңыз қажеті жоқ оның, біреуіне де мұқтаж емес Алла. Бәлки сіз сол істі істесеңіз, сол арқылы махаббатыңызды дәлелдегеніңіз болсын. Мысалы, балаға жоғарыда айтқанымдай, сіз ойыншық бересіз. Дұрыс па? Ол арқылы сіз не бердіңіз? Жылулық сыйлап отырсыз. Балаңызға деген махаббатыңыз ол. Бала да сөйтіп түсінеді. Сіз өзіңіз бала кезіңізді еске түсіріңізші. Сізге біреу сыйлық берсе, сіз қалай түсінесіз оны? Дүние деп ақша байып қалдым деп түсінесіз ба? Жоқ. Қолдан бергенге құс тоймайды деп аталарымыз баяғыда айтып кеткен. Ол біреудің бергенде сіз тоймайсыз, Құдай бермесе. Ешқашан тоймайсыз. Бәлки ол сол жылулық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан? Байқайсыздар ма? Осы жылулық бағытында керемет бір сөзі бар. Бір-бірлеріңізге сыйлық сыйлаңыздар. Бір-бірлеріңізге махаббаттарыңыз асады дейді. Сыйлық деген міндетті түрде дүнияуи болу міндет емес. Сыйлық дегеннің ең үлкенін білесіз ба? Өткен сабақтарымда да айттым мен.
Бұл сіздің ең қымбат дүниеңіз уақыт. Уақыт. Сіз уақытыңызды сүйген адамыңызға сыйлағаныңыз, соған арнайы уақыт бөлгеніңіз, бұл махаббатыңыздың белгісі. Бұл ол кісіге деген махаббатыңыздың, ол кісіге деген көңіліңіздің бар екендігінің белгісі. Ал егер көп адамдар, әсіресе ер азаматтар, содан байқаймын, үйіне келеді, жұмыстан шаршап келдім, қойшы шайын берші, болды, ұйықтаймын, маған үйтпеңдерші, сөйтпеңдерші. Сізден оның тапқан, сіздің тауып келген, шаршаған дүниеңіз керек жоқ жанұяңызға. Бір тиынға да керек жоқ оның бәрі. Адам кедей болып та өмір сүрген. И бұдан кейін де өмір сүреді. Тас кедей болып та, ашаршылықта да өмір сүрді адамдар. Соғыста да өмір сүрді. Бірақ сіз бен бізді байлайтын жан жылулығы. Сіз үйге келдіңіз ба? Балаңызға, әйеліңізге уақыт бөліңіз. Уақыт бөліңіз. Бөлгіңіз келмей тұрса да бөлгіздіріңіз. Өйткені сіздің бірінші міндетіңіз әкелік, жар, жанжарлық міндетіңіз, достық, тіпті досыңызға міндетіңіз не міндет? Ол ақша беру, оны бағу, қағу емес. Бірінші орында сіздің жан жылулық, жүрегіңіздің жақын екендігіңіздің міндеті. Сол үшін көп жанұялар ажырасатында содан. Жігіттер анау қызбен жүрген кезінде білесіздер ма? Қандай жүреді? Соған арнайы уақыт бөледі, күш тығып киініп келеді, киноға апарады, бір жерге апарады. Яғни өзінің сезімін білдіреді бір нәрсемен. Бірақ үйіне әкеліп, той болғаннан кейін болды, еркек қайтадан қаңғы бастығын бастайды. Сыртқа жүреді, қаңғырады, сол далада жүргісі келеді. Ана үйдегісі қызық емес болып қалды. Өтірік деңізші. Көп жігіттерде осы нәрсе бар. Көп жігіттерде осы нәрсе бар. Үйіне үйленіп әкелеп, әйелін тастайды да кетеді, болды. Оған дейін ол махаббаты еді. Ал үйіне келгеннен кейін ол болды. Енді сырттан іздейді. Ана бейінне бір қасқыр сияқты ғой. Қасқыр, аш қасқырды қораға жіберсеңші, бір қойды істеп, лақтырып жібереді, тағы істеп кете береді осылайша. Тоқтамайды ол адам. Ол қасқыр ше, сондай да. Қызығына кірді ме тоқтамайды. Тістеп өлтіріп кете береді. Оған сол өлтіру мақсат. Сіз ойлаңыз. Үйленуден бұрын не үшін үйлендіңіз? Сізді Алла тағала не үшін қосты? Сіздің адал жан-жарыңыз ғой, білесіз ба? Сол жан-жарыңыздың қолынан ұстасаңыз, сол ұстаған қолыңыздың арасынан күнәңіз төгіліп түседі. Білесіз ба? Алла сөйтіп қойды. Екеуіңіз бір-біріңіздің қолыңыздан ұстасаңыз, араларыңыздан күнә төгіледі. Жай жанына отырып қолынан ұстап көрдіңіз ба? Әдейі барып. Жоқ. Бір міндетті кезде ұстайды да қолынан. Басқа уақытта жоқ. Дұрыс емес қой. Бұл сіздің өміріңіз, сіздің тағдырыңыз. Сіздің тағдырыңыз, сіздің өміріңіз. Сіздің анау жұрттан соғысып, мына жапан дүниеде соғысып тығылатын ініңіз ғой ол. Білесіз ба? Тыныштығыңыз ғой, жан тыныштығы. Ақыры келіп, үйге келіп, ой, өлең төсегім ай деп құлағандағы жан тыныштығыңыз ғой. Сол үшін сіз өзіңіз айтасыз ғой, мен не үшін жүрмін ана жақта далада өліп тіріліп, не үшін жүрсіз? Сол үйіңіздің тыныштығына ма? Онда сіз де сол үйіңіздің махаббатына, бірлігіне ат салысыңыз. Сол жерге бірігіңіз, сол жерге тіршілік құрып араласыңыз. Көп адамға таң қалатын жағдай шығар, бірақ осыны істеу керекпіз.